Сәлем, 5 марттың оқушылары. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз бізде Future Continuous Tense. Lesson 10. 10-шы сабақты өтеміз. Future Continuous Tense аудармасы келер созылыңқы шақ. Келер созылыңқы шақ. Ал сіздерді қараңыз парақтарыңызда signal words-тер, уақыт көмекші сөздері берілген. Ал осыны не қараңыз. At 5 o'clock, at noon, at midnight tomorrow. Яғни future continuous tense, future simple'дың екеуінің айырмашылығы, future simple бұл келер шақта болатын бір іс-әрекетті білдіреді, ал future continuous өзінің сөзіне, аудармасына байланысты, мысалы үшін келер созылыңқы шақ болғаннан кейін жалғасулы шақты білдіреді. Дұрыс па? Бұл келер шақта бір белгілі бір уақытта жалғасып жатқан бір іс-әрекетті білдіреді. Келер шақта белгілі бір уақытта жалғасып жатқан іс-әрекетті. Мысал, мен ертең сағат 5-те үй тапсырмамды орындап отырған боламын. Мен ертең азанда таңғы асымды ішіп жатқан боламын. Немесе мен келесі апта емтихан тапсырып жатқан боламын. Яғни бұл келер шақты көрдіңіз ба? Бір белгілі уақыты болу керек. Мысалы, келесі апта осы уақытта, немесе ертең осы, мысалы үшін 5-те деген кезде. Сол үшін бұл future continuous'тың өзінің сөздерін жаттап алуларыңыз керек. Future simple мен екеуінің айырмашылығын мен айттым. Ал at 5 o'clock, at noon, at midnight, tomorrow дегендер бұл завтра 5 часов, ночью, полночь. All the time, next month, tomorrow дегендері все время в следующий месяц или год, типа так. Мысалы үшін келесі ай барлық уақытта, келесі айдың бүкіл келесі ай деп түсіндіріп жатыр. From to дегені, мысалы үшін сағат 5-тен 8-ге дейін деген мағынада келеді. Мысалы үшін сіп бітсе до 8. At that moment, сол уақытта. For example, at that moment tomorrow. Yani сол уақытта ертең дегені. That moment, all day long, вестен күнімен, the whole evening, morning, afternoon дегені, весь вечер, или утром целый. Да, міне азанда, түнде, обедте, this time next year, в это время, в следующем году, осы уақытта келесі жылы, мысалы, мен үйімді құрып жатқан боламын деген сияқты. Ал үлгірмей жатқан болсаңыздар, паузаны басып, мына сөздерді жазып алыңыздар. Демек, бұл future continuous нақты белгілі бір уақытта жалғасып жатқан іс-әрекетті білдіреді екен. Ал оның формуласын көрейік. Болымды сөйлемде subject will be continuous болған үшін не қосылады? Ем қосылады. Present continuous'те біз қостық қой. Мысалы үшін мен оқып жатырмын дегеніңізде I am reading десе, future continuous'те де дәл сондай. Мысалы үшін міне will be келер шақ болған үшін will be-ні қоясыз, етістікке ем қоясыз. Өте оңай. They will be having breakfast tomorrow morning. Олар ертең азанда таңғы асыны ішіп жатқан болады. Мына қараңыз. Егер tomorrow'дың өзі тұрғанда еді, бұл future simple'дың өзі болайтын еді. Will have breakfast болар еді. Ал бұл жерде morning сөзі енді нақты, демек ертең азанда. Сонда. Ал болымсызда жазасыз, сіз формулаңызға, қағазға subject, want to be, verb, ing. Көріп тұрғаныздай, ал міне want be болады. They won't be working at this time tomorrow. Олар ертең осы уақытта жұмыс істеп жатқан болмайды. Көрдіңіз ба? Жұмыс істеп жатқан болмайды. Сұрақта жазасыз will алдыңға шығады, сосын subject, be, verb, ing жазып аласыз. Мысал, what will you be doing at this time tomorrow? Ертең осы уақытта сен не істеп жатқан боласың? Осындай. Паузаны басасыз. Болымды, болымсыз, сұраулы сөйлемдердің формуласын жазып алыңыз. Future continuous, өзінің continuous деген аты мен бірге міне ing жалғаулары қосылады.
Al енді sizde формуланың астында мынандай не бар? Сөйлемдер бар. 13 сөйлем. 13 сөйлем, бұның ішінде қарап шығайық. Так, будет ли он перевод текст? Так, бұның ішінде барлығы future continuous. Сіз барлығына future continuous'қа қойып, и future simple да бар кейде арасында. Аударыңыз, паузаны басыңыз. Уақыт беремін. Ал тексеріп көрейік. Тексеріңіздер, міне. Tomorrow they will be preparing to the exam. Tom won't be playing football at 4 tomorrow. 3. Will he be translating the text the whole day tomorrow? 4. Tomorrow they will be working at school at 2 o'clock. 5. They will be writing a letter from 1 till 3 o'clock. While they will be working at home, we will be working at the street. 7. She will be translating the text the whole day tomorrow. 8. When he comes, I'll be playing chess. 8. Tomorrow the whole day she will be working in the garden. 10. We'll be reading a book tomorrow from 2 till 4 o'clock. 11. While she will be working, I'll be writing a letter. Енді қараңыз, мына жерде while'ды тастаппыз. Мына жерде 6-да тастағанбыз. Оны түсіндіретін болсам, while кейде past continuous деді және future continuous де істетіледі. While енді анда-санда мынада future continuous істетілетін түрі бар, бірақ көбінше past continuous де. Ертең ол мысалы үшін жұмыс істеп жатқанда, мен хат жазып жатқан боламын деген мағынада бұл жерде айтылған. 12, they will be playing football tomorrow the whole day. 13, whom will they be writing a letter at 3 o'clock and where will they send it? Былай алғанда қазақшасына түсінген болсаңыз керек, ертең олар емтиханға дайындалып жатқан болады. Екінші сөйлем. Ертең сағат 4-те футбол ойнап жатқан болмайды, Томда. Ол ертең күнімен тексті аударып жатқан бола ма? 4. Ертең олар сағат 2-де мектепте жұмыс істеп жатқан болады. Осы секілді жатқан болады, үйтіп жатқан болады деп аударып кете береді. Себебі бұл future continuous, енді болатын іс-әрекет. Ойымызда сағат примерно осы уақытта сол нәрсе болып жатқан болады деген сияқты. Осындай future continuous. Осымен бітті, өте кішкентай тақырып. Егер сұрақтарыңыз болса, іс-әрекетке түсінбей жатқан болсаңыз, маған звондасаңыз, мен өзім қайтадан мен сізге жеке түсіндірем. Аман сау болыңыздар.